Сәлеметсіздер ме? Мен Қарабай Ақнұр ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтының ғылыми қызметкерімін. Және бұл видеода біз кездейсоқ таңдау консенсусы немесе ағылшынша қысқартылғанда ранзак алгоритмін қарастырамыз. Осы алгоритмді дұрыс түсіну үшін келесі мысалға назар аударайық. Қалалардағы автономдық көлік навигациясын қарастырайық. Мұнда қозғалмалы заттарды, мысалы көліктерді, және қозғалмайтын заттарды, мысалы жер деңгейі, ғимараттар, жолақтар, жол жиегі сияқты тағы басқа заттарды анықтау үшін сенсорлар қоршаған ортадан келетін сигналдарды қабылдайды. Және де мұнда ең маңызды мәселелердің бірі шулы деректерді берік сигналдан ажырату болып табылады. Мысалы, жол жиегінің жанында бір қабырға тұр дейік. Шу анықталған жол жиегін ауытқытып, ақырында көлік ғимаратқа немесе жаяу жүргіншіге соғылуы мүмкін. Осындай мәселелерді шешу үшін кездейсоқ таңдау консенсусы немесе ранзак тұрақты бағалауды іздейді. Келесі кестеде көрсетілген дерек жинағына назар аударайық. Бізге жер деңгейін анықтау үшін сенсорлардан алынған дерек жиынтығы берілген. Осы мәселені шешу үшін сызықты сәйкестендірудің ең қарапайым әдісін, ең кіші квадраттар регрессиясын қолданып көрейік. Мұнда дерек нүктелері мен анықталған сызықтың арасындағы вертикальды арақашықтық қателік болып табылады. Ең кіші квадрат әдісі қателерді екінші дәрежедегі сомасын азайтуға тырысады, және де математикалық тұрғыда келесідей жазылады. F функциясын ретінде біз сызық теңдігін қолданамыз, себебі берілген мәселеде жер деңгейін сызық ретінде анықтау қажет. X-тен F тең B0x қосу B1. Ал енді мақсаттық функциясындағы F функциясының орнына сызықтық теңдеуді жазып, келесі теңдеуді аламыз. Мына кестеде көрсетілген қызыл сызық ең кіші квадраттар әдісі арқылы есептелген. Ең кіші квадраттар әдісі барлық берілген дерек нүктелерін қарастырады және де аутлайерлерге сезімтал болып табылады. Аутлайер шу болып есептеледі және дәл болжам жасау үшін оларды анықтап дерек жиынтығынан алып тастау қажет. Аутлайер дегеніміз көпшілік дерек нүктелерінен қатты ауытқитын нүктелер. Аутлайерлер әдетте көпшілік бақылаулармен салыстырғанда басқа механизммен жасалады. Кестедегі нүктелердің тренді инлайерлердің бойымен болу керек еді, жасыл дерек нүктелері. Инлайер дегеніміз ықтималдылықты бөлудің негізгі функциясына кіретін және болжамды модельге сәйкес келетін дерек нүктесі. Қорытынды. Ең кіші квадраттар регрессиясы көптеген ауытқулары бар немесе шулы дерек жиынтығына тұрақты емес. Ал енді осы мәселені шешу үшін кездейсоқ таңдау консенсусын немесе ранзак қысқартып айтқанда қарастырып көрейік. Кездейсоқ таңдау консенсусын ағылшын тілінен Random Sample Consensus, қысқаша ранзак, 1981 жылы Фишлер мен Боллес ұсынған. Ранзак итерациялық және бейдетерминді алгоритм. Ол алғаш рет локацияны анықтау мәселесінде қолданылған. Ауытқулары көп дерек жиынтығымен жұмыс істегенде де алгоритм тұрақты болып табылады. Ранзактың негізгі идеясы дауыс беру схемасы. Мұнда екі негізгі болжам бар. Бірінші, ауытқулар немесе шулы дерек нүктелері барлық модельдер бойынша бірегей дауыс бермейді. Және де инлайер мен аутлайердің қатынасы дұрыс модельді болжау үшін жеткілікті. Ранзак алгоритмін 4 қадаммен сипаттап шықсақ болады. Бірінші қадам. Дерек жинағын жақсы сипаттайтын модель параметрін есептеу үшін дерек жиынтығынан кездейсоқ M нүктелерін таңдап шығамыз. Екінші қадам. Параметрлерді есептеп модельді анықтаймыз. Үшінші қадам. Қателіктерге төзімділік шегі ішінде модельге жақын келетін инлайерлерді анықтау үшін барлық дерек нүктелерін тексеріп шығамыз. Егер инлайерлердің жалпы дерек санына қатынасы алдын ала бекітілген ең төменгі жарамды консенсус шегінен асып кетсе, параметрлерді анықталған инлайерлер арқылы түзетіп, осы кезеңде тоқтаймыз. Және төртінші, болмаған жағдайда берік модельді анықтағанға дейін бірінші, екінші, үшінші қадамдарды n рет қайталау қажет. Ал енді презентацияның басында айта кеткен мәселені ранзакпен шешіп көрейік.
Сызықтық функциясын қолданатын болған соң, біз кездейсоқ екі нүктені таңдаймыз. Бірінші итерация. Таңдалған нүктелер қызыл түспен белгіленген. Қателіктерге төзімділік шегін сала отырып, бірінші итерация бойынша инлайерлердің жалпы дерек санына қатынасы 0,3. Бұл бізге жарамайды. Екінші итерация. Инлайерлердің жалпы дерек санына қатынасы 0,4. Бұл да бізге жарамайды. Үшінші итерация. Мұнда инлайерлердің жалпы дерек санына қатынасы 0,6. Бұл ең төменгі жарамды консенсус шегінен артық және де жарамды берік консенсус болып қабылданады. Енді параметрлерді анықталған инлайерлер арқылы қайта есептеп, модельді түзетеміз. Ал енді n итерация санын қалай таңдауға болады деген сұраққа жауап берейік. n итерация саны үлкен болса, кемінде бір дерек жинағы тек инлайерлерден тұрады деген болжау жасасақ болады. Кей мәнінен бастайық. Кез келген нүктенің инлайер болу ықтималдылығы. Сонда 1 - кез келген нүктенің аутлайер болу мүмкіндігі. Ал енді кездейсоқ таңдалған дерек жиынтығында барлық нүктелер инлайер болу ықтималдылығы p тең km дәрежесінде. Сонда әрбір таңдалған дерек жиынтығында кемінде бір аутлайер болу ықтималдылығы 1 - p тең 1 - km дәрежесінде. Ал n итерацияға ықтималдылық келесі болады. Сонда бірінші теңдікті шешу арқылы n санын анықтап алсақ болады. Келесі кесте аутлайер үлесіне байланысты орташа қажет итерация саны n-ін көрсетеді. Алдын айтқан мәселеде бізде m 2-ге тең болатын және аутлайер үлесі 40% болатын. Сонда осы мәселені шешу үшін орташа итерация саны 11. Зерттеулер бойынша Ранзак дұрыс жұмыс істеу үшін аутлайерлердің үлесі 50%-дан төмен болуы қажет. Келесі критикалық параметр қателіктерге төзімділік шегі болып табылады. Тиісті шекті мән дәл бапталуы қажет. Егер шектік мән тым үлкен болса, жарамды консенсус ретінде қарастырылатын модельге кейбір аутлайерлер кіруі мүмкін. Мысалы, алдын айтқа кеткен дерек жинағын қарастырайық. Алдыңғы мысалдың екінші итерациясын қарастырсақ, егер шектік мән үлкен болса, инлайерлердің жалпы дерек санына қатынасы 0,7 болып, осы консенсус жарамды болып қабылдануы мүмкін. Ал енді шектік мән тым кіші болса, Ранзак берік модельді анықтау үшін кездейсоқ екі инлайерді таңдаса да, барлық инлайерлерді анықтайтын консенсус таба алмауы мүмкін. Дәл солай, алдыңғы мысалдың екінші итерациясын қарастырайық. Мұнда екі кейсте де инлайерлердің жалпы дерек санына қатынасы 0,4. Бірақ берік консенсустың өзі барлық инлайерлерді қамтымайды. Екінші критикалық параметр ең төменгі жарамдық консенсус шегі. Тиісті шекті мән дәл бапталуы қажет. Егер d кіші таңдалса, үлгілердің бір бөлігіне сәйкес келетін кездейсоқ сызық жарамды консенсус ретінде қарастырылуы мүмкін. Ал енді d тым үлкен таңдалса, тіпті берік модельде ең төменгі консенсус шегінен өтпейді және Ранзак әдісі дәл келетін және осы бір берілген жағдайға қабылданатын нәтижеге жетпеуі мүмкін. Ал енді Ранзактың артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастырып шығайық. Бірінші, Ранзакты іске асыру оңай және ол үлкен деректер жинағына қолданылады. Екіншісі, ол шулы және аутлайерлері көп дерек жинақтарымен де жақсы жұмыс істейді. Кемшіліктері: бірінші, көптеген параметрлерді баптау керек және бұл ұзақ уақыт алуы мүмкін. Және де инлайерлердің жалпы дерек жинағынан үлесі үлкен болуы қажет. Ранзак келесі мәселелерді шешуге қолданылады. Заттың белгілерін аударып құруы, гомографиялық қайта құруы, жоғалып дұрыс анықталмайтын нүктелерін анықтау, бет белгілерін анықтау, суреттегі ұқсастықтарды анықтау. Ранзакты келесі әдістермен қолдануға болады: маңыздылық іріктеу және де ықтималдылықтың максималды құрылымы. Маңыздылық іріктеу дегеніміз дисперсияны азайту әдісі.
Оны басқалардан іріктеу кезінде мәліметтер жиынтығын талдау үшін пайдалануға болады. Мұнда бір дерек жинағының алынған іріктеудің анализін жасау үшін басқа іріктеуді қолдануға болады. Ал максимум ықтималдылық құрылым дегеніміз бұл мәселені оптимизация немесе іздеу проблемасы ретінде қарастырудың тәсілі. Мұнда дерек жинағына ең жақсы сәйкес келетін параметрлер жиынтығы анықталады.